Келесі ұбт-да жиі кездесетін тақырыптың бірі кері функция. Кері функция дегеніміз берілген функцияға тән тәуелділікті кері өрнектейтін функция. Мысалы, ұбт-да тапсырмалар беріледі. Функция формуласымен берілді, кері функциясын анықта деп. Мысалы, y тең 3x плюс 5 сызықтық функциясы берілсін. Осы функцияға кері функцияны табу үшін біз x айнымалысын y айнымалы арқылы керісінше өрнектеуіміз керек. Анықтамасы бойынша 3x плюс 5-ті біз y-ке теңестіреміз. Демек, y оң жағына кетеді. 3x тең болады y минус 5-ке. X тең болады бөлшек y минус 5-ті 3-ке бөлеміз. Енді функцияның анықтамасы бойынша y тәуелді, x тәуелсіз айнымалы. Сондықтан осы жерде біз айнымалыларды тек қана орын ауыстыра саламыз. Y тең x минус 5 бөлінген 3-ке. Мына функция берілген сызықтық функцияға кері функция болып табылады. Екінші бір мысал, y тең x квадрат функциясы. X квадратқа кері функция қалай табылады? X квадратты y-ке теңестіреміз. Екі жағына теңдіктің, екі жағына бірдей амал қолдануға болады. Осы ережені пайдаланып, біз оң жағын, сол жағын түбірастын аламыз. X квадратпен түбірі жойылады, x тең түбірасты y. Мына жерде x пен y-тің орнын алмастырып, y тең түбірасты x функциясы, y тең x квадрат функциясына кері функция болып табылады дейміз. Үшінші бір мысалда біз тек қана квадрат емес, мысалы мынандай өрнек алайық. X минус 4-тің квадраты қосылған 3 деп алайық. Енді осы жолы не істейміз? Дәл мына екінші мысалдағыдай x минус 4-тің квадраты қосылған 3-ті y-ке теңестіреміз. X минус 4-тің квадраты тең болады y азайтылған 3. Екі жағын түбірге алғаннан кейін x минус 4 өрнегі квадрат түбірі y минус 3-ке тең болады. 4-ті тасымалдайтын болсақ, x тең 4. Мына өрнек оң және теріс таңбалы болу керек. Ол қосымша, мына жерде қосымша тағы бір шарт болады. Сол шартқа байланысты біз x-ті 0-ден кіші, x минус 4-ті или 0-ден үлкен деген мағынаға байланысты y минус 3-ті түбір астынан оң және теріс таңбалы қылып қарастырамыз. Енді y тең кері функциясы y тең 4 қосу азайту түбір асты x минус 3.